Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді және де жұп-жұмсақ болып шығатын пирожкидің рецептісін ұсынатын боламын. Және де менің видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ең алдымен таза ыдысымызға ыстық суымызды, оның үстіне сүтімізді құямыз. Және де оның үстіне ашытқымызды, құрғақ ашытқымызды, кейін үстіне қантымызды, тұзымызды, сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Кейін үстіне ұнымызды екіге бөліп салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болды. Кейін қамырымыздың бетін пищевая пленкамен немесе салафанмен жауып, жылы жерге көтерілгенше 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз көтерілгенше пирожкидің салмасын дайындайтын боламыз. Картошканы алдын ала суға қайнатып алдым. Кейін оны жақсылап вилканың көмегімен езіп, үстіне дәміне қарай тұзымызды, қара бұрышымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Егер де сіздер қаласаңыздар, пияз бен фаршты қуырып алып, картошканың үстіне қоссаңыздар болады. Міне біздің қамырымыз жақсы көтеріліп шықты. Қамырымызды кішкене бөліктерге бірдей етіп барлығын бөліп аламыз. Кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды жаятын боламыз. Қамырымыз тым жұқа немесе қатты қалың болмау керек. Егер де қалың қылып жайсаңыздар, пирожкилеріңіздің ортасы піспей қамыр болып қалуы мүмкін. Кейін ортасына салмасын салатын боламыз. Бір жұмыртқаны алып, жақсылап араластырып, пирожкилеріміздің бетіне щеткамен жақсылап жағып шығатын боламыз. 180 градуста 30-40 минутта пирожкилерімізді пісіріп аламыз. Міне біздің пирожкилеріміз пісіп шықты. Өте жұп-жұмсақ және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған мен Оразгүл.